баяғыда бір алыптың әдемі бағы болыпты. Бақта түрлі гүлдер, жеміс ағаштары жайнап, құстар сайрап тұрыпты. Күнде балалар келіп, мәз-мейрам боп ойнайды екен. Бірақ бір күні бақ иесі алып сапардан оралып, балаларды көріп ашуланады. Бұл менің бағым. Басқа жаққа ойнаңдар, деп биік дуал соқтырып, есікті жауып тастайды. Содан бастап баққа көктемде, жазда, күзде келмей қояды. Құстар ұшпайды. Ағаштар бүршік жармайды. Тек су қысқана қалыпты. Бір күні алып терезеден қарап, бір кішкентай баланың ағашқа шыға алмай тұрғанын көреді. Жүрегі елжіреп кетіп, өзі сыртқа шығып, баланы көтеріп мінгізеді. Сол сәтте ғажайып орын алады. Ағаштар гүлдейді, құстар қайтып келеді. Баққа көктем қайта оралады. Сол күннен бастап алып дуалды бұзып, балаларға бақшасын ашады. Ең үлкен бақ жүректе, деп ойлады ол. Жомарт жүрек көктем секілді, қайда барса, сол жерге өмір мен шаттық алып келеді. Нағыз бақыт бөлісе білуде. Жүрекке көктем келгенде, өмір нұрға толады.